Енді біз қараңызшы, намаз оқитын жігіттердің проблемасы бар. Екеуі келе жатады, екі намазхан, әуле. Анандай жерде бір арақ ішетін біреу тұрады. Біреу айтады, жүрсе мешітке қарай жүр дейді да, кеттік деп айтайық та, сіз екіншісі қарсаңыз қалай фатуа береді. Айтпай қой, толқы жоқ, ол бәрі бармайды ол. Адам болмайды ол дейді. Оны барғызатын, барғызбайтын сен емес қой, Алла тағала ғой. Сенің жұмысың жақсылыққа шақыру, жамандықтан қайыру ма? Сен өзің шаруаңды білсей болды ғой. Нең бар оның? Барады, келеді, бармайды, келмейді. Сен шаруаң емес қой ол. Алланың ісі ғой, нең бар ода? Егер біздің адам баласының біреуді келтіріп, барғызып, өзгерте алатын құдіретіміз болса, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Абу Талибті намаз оқытар еді ғой. Өзгертер еді ғой. Нух алейхиссалам қатыны мен баласын мұсылман қылар еді ғой. Соларға айта беру керек жігіттер, айта беру керек, бер келу керек. Қараңыз, олар мынау жерге келсе не ұтамыз біз? Не ұтамыз? Біріншіден, біреулер айтады, ол ондай жерге барады, ол уағыз тыңдамайды, ол тыңдамаса тыңдамай кетсін. Мына жерге отырды ма? Алла тағала не істемеді? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не деген еді? Алла тағала мына отырғандар не істеймін деді? Кешірем деген еді ғой. Осындай Алла еске алатын орта айта кетегенді. Ортаға періштелер жиналады, Алланың алдына барады. Не болып жатыр? Ойбай жиналып жатыр, Алла еске алып жатыр. Сендер куә болыңдар, мен бәрін кешірдім. Сол кезде алкаш қаңғып кеп қалған ғой, арасынан біреу случайно кеп қалған. Мыналардың құрметі үшін оны да кешірдім деген нәрсе бар ма еді, жоқ па? Бонусқа ілініп кетті дейсіз ғой. Мені базар жоқ, өмір көрген жігіт та мен. Көрдің бе? Бонусқа ілініп кетті. Ол бонус емес, ол Алланың рахымы ол.